Армысыздар, қайырлы күн, жайдарман сүйер қауым. Барлықтарыңызды бүгінгі жайдарман кешіне келгендеріңіз үшін үлкен алғыс білдірем. Өздеріңізге бір қаттырақ қошемет, шапалақтарыңызды қойсаңыздар болады. Бүгін мінекей араға бір жыл ортаға салып, сыр елі республикалық бірінші лигасы Қызылорда қаласына қарай келіп жетті. Республиканың түкпір-түкпірінен 20-дан астам команда бүгін А және Б, С, Д топтары секілді 4 топқа бөлініп, бүгінгі сіздердің алдарыңызға өнер көрсететін болады. Олай болса, бар жанарды жауыллаған жайдарман ашық. Республикалық жайдарман сайыстарына тағы да бір үлкен қолдау білдіріп жатырған Қызылорда қаласының әкімдігіне үлкен алғыс білдіреміз. Бір қолдау қошеметтеріңіз болса, шапалақтарыңыз болса қойсаңыздар. Енді сіздердің алдарыңызда бүгін А және Б тобы, яғни бағана сөзім дәлел есебінде 12 команда қазіргі таңда сіздердің алдарыңызда өнер көрсететін болады. Олай болса, көп созбай бүгінгі сайысқа түсетін командалармен таныс болыңыздар. Қонақтарымызды біздің сыр көрермендеріміз жақсы қабылдайды, жақсы қолдау білдіреді деген ойдамыз. Қонақтарымызға деген бір қолдау, қошемет болсын. Таныстырайын. Республикалық бірінші лига жайдарман ойындардың ширек финалдық сайысында Болашақ медицина колледжі БМК құрамасы Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы, Ақырап ауылы, Ақырап 25 командасы. Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті, Раян Нұр жайдарман командасы. Түркістан облысы, Төлебей ауданы, Төлебей құрамасы. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Жайық командасы. Көкшетау қаласы, Абай Мырзахметов атындағы университет, Қуам құрамасы. Келесі команда Павлодар облысы, Аққулы ауданы, Күлкі фабрикасы. Нұр-Сұлтан қаласы, Евразия гуманитарлық институтының колледжі, Руханият. Алматы қаласы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Эверест командасы. Қызылорда қаласы, Қызылорда медицина жоғары колледжі, денсаулық сақшылары. Солтүстік Қазақстан облысы, Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 5 жаңалық. Ресей Федерациясы, Байқоңыр қаласы, Байқоңыр құрамасы.
Өте тамаша, сырттан қонақ болып келіп жатырған біздің жайдарманшыларымызға тағы да бір қаттырақ қошеметтеп қояқшы. Таныстыра кетейін, бүгінгі осындай керемет жандарға, керемет жайдарманшыларға әділ бағасын берер, әділ қазылар алқасымен таныстырайын. Қалалық жастар ресурсы орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Досмаханов Жанболат. Аралас КВН командасының белді ойыншысы Искендіров Ақылбек. Қызылорданың мақтанышы, үздік ойыншы, Қорқыт құрамасы, жайдарман командасы, қазіргі таңда КТА командасы, Қорқыт құрамасы, Дүкенбаев Асылхан. Өте тамаша, аралас КВН командасының капитаны, жас кәсіпкер Дәрмағанбетов Төребек. Және де бүгінгі біздің сыр еліне қош келдіңіз дейміз. Қонағымыз Қазақстан КВН одағының атқарушы директоры Елжанов Рүстем. Олай болса, командаларға сәттілік. Командаларымыз дайындалам дегенше сәл ғана бір ақпарат бере кетейін. Бүгінгі осындай жайдарман сайыстарымызды әрдайым қолдау білдіріп келе жатырған осы Нартай Бегежанов атындағы драма театрының басшылығына үлкен алғыстарымыз білдіреміз. Bir қолдау қошеметтеріңіз болса. Сонымен қатар арнайы ақпараттандырушы Қызылорда телеарнасы және де Ред Орда фото-видео студиясына үлкен алғыс білдіреміз. Қолдау қошеметтеріңіздер қойсаңыздар болады. Олай болса, алғашқы топты бастайтын Болашақ медицина колледжі. Өздеріңіздің жерлестеріңіз БМК құрамасы. Құрметті әншілер қауым, назарларыңызда Санжар Моментқұлов тағы да Ержігіт Жандаровтың орындауында жастар талабына сай әнімізді жолдап қаламыз. Қабыл алыңыздар. Жедел жәрдеммен таксовать етіп жүрген дәрігерлеріңіз келді. Қалыңыз абзал жандар! Құрметті достар, біз Болашақ медициналық жоғары колледжден кеттік. Яғни біз болашақ дәрігерлеріміз. Дәрігерлердің бәрі керемет мысалға келгенде, ше? Мысалы, бизнестің өз дәрігерлерде ғой. Қойш? Бір уколда солы 1000 теңге. 1000 теңге? Күніне 20 адам қабылдаймын мен. 20 000 теңге табамын. Ол бизнес па? Нандай бизнес шықты ғой, ОМЦ-ға барасың, қан тапсырасың, сосын саған 5200 теңге ақша береді. Қойш? Ой, кеше мен бүткіл группаластарым барып ақша көтеріп барып, Сансарада бейді жартып жүр ғой. Алдында мен ол жаққа бардым ғой, 4-ақ 1000 теңге берді ғой маған. Неге 4000? Білмем, қаныңа су араласқан не ма бірдеңе дейді. Жалпы құрметті достар, бұл залда 2 медицинский колледж бар. Біреу мемлекеттік, біреу жеке. Біз жекеміз мысалға келді. Мысалы залдаға біреу ауырып қалса біз емдемейміз. Біз бәрібір мысалға келді. Неге емдемейміз? Қақтан емдейсің? Оларды емдейтін бізде бас жоқ қой. Бас жоқ емес, неге бас жоқ? Тұратырыңдар, неге бас жоқ? Бізде бас жоқ болмаса, біз осындай керемет колледжде білім аламыз ба? Біз осындай колледжде оқып күшті боламыз ба? Сосын бізге 12 этажды күшті ғимарат салып берген жоқ па? Шынымен де бізге сол жағалауға 12 этаждық ғимарат салып берді. Ал біз сол жаққа көшкеннен кейін өзіміздің ескі ғимарат кімге қалады? Көп болса аптека болып қалады. Болмайды веранда. Болмаса біреуге PlayStation ашты. Мадина Әбілқасымованың сүйікті командасы БМК кетті! Сонымен көреміз, бастығына бір сөз айтып, жұмыстан шығып кеткен бала. Майпоқ! Мүлдем такси тоқтата алмайтын бала. Братан!
Рахмет. Сонымен көреміз, таяғын үйінде ұмытып кеткен сот орындаушысы. Сонымен сотта. Ералы Ақтан, сізді 10 жылға бас бостандығыңыздан айырамыз. Жігіттер деймін да, несіне қорқамыз? Өзіміздің жер ғой, Қызылорда деген. Осы Стрель лигасында финалға дейін жетіп, чемпион болып, премьер-лигке барып, чемпион бола қойшыда. Сосын жоғары лигаға барып, 3 жыл ойнап, чемпион боламыз жақтыда. Сосын... Қыстабай, Ерлан, қыстабай. Көңіл күйлеріңізді көтерген балалардың көңіл күйін түсіретін бал қоймаңыздар. Сіздермен бірге болған БМК, рахмет. Рахмет. БМК құрамасына деген қолдау қошеметтеріңіз болсын. Болашақ медицина колледжінің директоры Досжанова Шара Абдулатиф қызына үлкен алғыстарын білдіреді. Келесі шығатын қонақ командаға кезек берейік. Түркістан облысы Төле би ауданы Төле би құрамасы. Қайғы кеш қызғалдақтар! Достар, біз Түркістан облысы Төле би ауданынан келдік. Біздің Төле би ауданымыздың табиғаты керемет енді. Керемет қой біздің ауданымыз. Сондай курортты жерден келдік. Курортты жерден келді, курортты. Курорт емес та, курорт. Құрметті достар, түсінбей жатқан шығарсыздар, бұл жігіттің екі әріпке тілі келмейді. Яғни алфавитінде 3 Г әріпі бар. Трипл Г десең. Жігіттер, сендер мен сол екі әріпті айта алмайтын ма, күліп атсыңдар ма? Зозо оған күліп атқан жоқсыз. Айта бер, брат, айта бер. Жігіттер, сендер менің екі әріпті айта алмайтын ма, күлмеңдер. Күлсеңдер, анау биліктің басында отырып алып, бір ауыз қазақша сөйлей алмайтын көкелерімізге күліңдер. Әні, ал жігіттер, алғашқы саясыл әзіл құтты болсын. Рахмет, құрметті қызылордалықтар, сіздер ойлайды екенсіздер ма? Шымкенттің халқы мақтаншақ деп. Енді біз Төле би ауданынан келгеннен кейін біз мақтануды білмейміз енді. Біз мақтаншақпыз ба? Мақтанамаймыз ғой біз? Немен мақтанамыз? Ана бүкіл ТМД-ға экспортталып жатқан ленгерский мороженемен мақтанамыз ба? Не деп мақтанасың, ұят қой? Мақтанамайсың ғой? Немесе бүкіл Қазақстанға Foodmaster компаниясын айран шығатын мақтанамыз ба? Немесе мына жігіт құсап Кукокты мекеннен келді деп мақтанамыз ба? Ойнамады. Жалпы мақтануға тұрарлық жерден кеппіз ғой. Және де сол біздің табиғатымыздың көкін ашып тұрған біздің командамыздың қыздары мысалы. Таныс болыңыздар, Ақнұр мен Азиза деген қыз. Вау! Қарындас, сізге андай сұлу, сымбатты. 200 мың айлығы бар. Астында қымбат көлігі бар. 2 қабатты үйде тұратын сымбатты жігіттер ұнай ма? Ұнайды. Маған да ұнайды. Сонымен тамашалаймыз, өте қысқа ойлы ақсақал. Аға, білесіз, мен күйеуім күніге ішіп келеді, үйге ештеңе алып келмейді, балдарымыз аш отыр, не істесек болады? Ажырассай? Ажырасасай. Өре, сіз ер ағасы емессіз ба? Тату болыңдар, сабыры болыңдар деп айтпайсыз ба? Болмаса сөйтсеңдерші, жақсы. Сонымен айтқаннан қайтпайтын жігіт қызымен. Жан, ертең маған тұрмысқа шығайын деп жатсың ғой? Сол тұңғышымыз ұл болады, атын Ескендір қоямыз. Жоқ, Жан, тұңғышымыз қыз болады, атын Замира қоямыз. Мен айтқан деген тұңғышымыз ұл болады, Ескендір қоямыз атын. Арада 20 жыл өтті. Ескендір қызым, артыңа қарама. Барған жеріңе тастай батып судайсың, Ескендір қызым. Замира, балам. Жылама, Ескендір әккен жақсы жерге тұрмысқа кетті. Енді сіңілім талғатқа кім қарайды?
22 наурыз мерекесінде қымыз ішу сайысынан 20 кесе қымыз ішіп, марапатталған ағамыздың марапаттау рәсімінде. Елбасымыздың рухани жаңғыру мақаласы аясында өткен Тез өтсе болар еді, мынау ертерек. Наурыз мерекесінде Мерекенің бытшын шығарайын деп тұрсың ғой. ұлыстың ұлы күнінде Ұлы күнде тарихи нәрсе болып кетейін деп тұр болыңдаршы. күн мен түннің теңеген күнінде Күнді қойшы, ертерек түн болса бір жерге. қымыз ішу сайысынан 20 кесе қымыз ішіп, Биеден шықпай қанша ішіппіз ғой. Қолын аш қалатын бол. сайыс жеңімпаз атанған Сарбек Берсұқтан марапаттау Рахмет, мен кете берейінші. Отчетқа сурет, отчетқа. Міне, кән, міне, енді мен. Кән, Отчеттың күлімде жеріңіздер. Бұңыздар. Кән, ұйымдастырушылар. На, грамотаны бересің. Өзіміз бір түсіп алайық. Жақындап тұрыңыздар. Мына блокировка тұрып қалды ғой, аш. Қазір, міне, мәңіз. Ей, 30 секунд дейді ғой мына ой. Міне. Хаким администратор деген звонда батыр, ашына. Алло, жақсы сөздерін қалайсыңдар? Бұл жердер. Мына заряд созып қалып кейін жасайшы. Рахмет достар, рахмет. Мына құрмет достар, біздің республикалық жайдарман лигасында ойнап жүргенімізге міне осымен 3-ші маусым. Алдыңғы 2 маусымда біз 2-1-де республикалық лиганың финалына шығып, екеуінде де жеңіліске ұшыраған болатынбыз. Бүгай неғып оны уайымдап отырсың? Әрбір жеңіліс ол үлкен тәжірибе. Ой, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен ең тәжірибелі топ Төле би құрамасы. Рахмет Қызылорда. Рахмет. Төле би құрамасына деген шапалақтарыңыз болсын десең. Ұрып қойсаңыздар, Төле би құрамасы. Келесі шығатын қала өте жақында ғана атауын өзгерткен қала, өте жарқырап, жасарып келе жатырған, өте жас қаладан келіп отырған команда. Қолдау қошемет білдіріп қойсаңыздар болады. Нұр-Сұлтан қаласынан келіп отырған Евразия гуманитарлық институтының колледжі руханият командасы. Сырелі, сіздерге керегін Астана руханият көрсетіп береді. Жайдарман, әзілдің жүрегі, алыстан келудің өзіңсің себебі. Сәлем Қызылорда! Құрметті достар, Қызылордаға келсем мен бір нәрсені байқадым. Не? Қызылорда деген саясаттың отаны екен ғой. Неге? Байқамадыңдар ма не? Нені? Таксистар тола ғой мына жақта. Такси демекші, бізді пойыздан түскен сайын түскелі бері таксилар күтіп алдым. Күтіп алып 5 жылдызды ана Сұлтан деген қонақ үйге апарып берді. Жап жақсы. 5 жылдызды. Бірақ маған дым ұнаған жоқ. Неге жақсы ғой? Сұлтан дегеннің алдында нұр деген сөзді қосса, дым жақсы болатын еді. Ай десей. Жігіттер, не істеушісіздер мына жерде? Жайдарманшылар деген Қызылордадан Астанаға бармай ма? Сендер Астанадан Қызылордадан не істеушісіздер мына жерде? Моха, Қызылорда деген таза қазақи салт дәстүрді сақтаған қонақжай халық. Тіпті бұл жақта қазақтары былай тұрсын, кешкі сағат 9-дан кейін орыстың қыздары көшеге шықпайды ғой. Мохам, мұны қыз сахнаға не үшін алып шықтым, дым пайдалары жоқ. Бұларға тиіспе, мен бұларды еркелетем. Мынаны мен Ақмола деп еркелетем. Одан кейін Астана деп еркелеттім. Қазір Нұр-Сұлтан деп еркелетіп жүрмін. Мынау қараса, брат, таза Қызылорда ғой. Қараса, брат, бұл кезінде бұрны бар ғой, Пирус деп еркелеткен. Одан кейін для прикола Ақмешіт деп еркелеттім. Қазір, Құдайға шүкір, Қызылорда деп еркелетіп жүрмін. Енді
1-2 жылдан кейін бар ғой Нұрлыбек деп еркелетейін деп жүрмін. То жігіттер, мына әзілдерің не? Бізге шоу керек, мына халық таңғалдыру керек. Таңғалдыру керек дейсің ба? Онда сен шешінсей. Мұха, қазіргі қоғамдағы халықты қызды шешіндіріп таңғалдыра алмаймыз біз. Онда сен шешін. Сен шешінсең, біраз халық таңғалқылайын деп тұр ғой. Ендеше Қызылорданың халқын шешіндіріп, ой, таңғалдыруға келген астаналықтар. Кеттік! Профессор, біз жалғастырамыз. Балағы қалмаған 40 жасар ағамыз үйінде. Алаяқ, ұрлама! Алаяқ, ұрлама! Қап, қырсынай, кемпір темек. Жалғастырамыз. Тұсауы кесілмеген бала. Сонымен көрек лампочканың басынан өткен жағдай. Жанды. Сонымен көрек хан ордасында болған жағдай. О, ханем, баклажка сізге қарап тұр. Көтер жүрмедік па? Ол көтеретін басқа ойын ол, басқа. Ойна айтам, ханем. Ханем, батылсың ба, шыншылсың ба? Шыншылмын. Шыншыл болсаң, осы Қызылордаға киіз үйлер қайда кетті? Ол киіз үйлерді Қызылордадан жел айдап алып кетті. Өтірік айтады! Өтірікші! Өтірікші қатыны ресейге қатынан қорқат қатын безер! Тей! Миф! Ариел! Ешдуламызды айтқан! Тоқтат, қайтайын ол! Қайттан болса қайттан. О, ханем, тағы сізге түсіп тұр ғой. Ойнамай мен түсе береді маған. Ханем, қоя салыңызшы, ойнай салайықшы, тағы бір рет. Үшінші рет айналып жүрем, болды. Қоймай қойды, ханем, сізге түсіп тұр. Батылсың ба, шыншылсың ба? Шыншылмын. Шыншыл болсаң айт, қыстыққа сақтап қойған қойларымыз қайда? Ол қойдың бәрі ана Қызылорданың сырына күйіп кеткен. Өтірікші! Өтірікші өтірік айтады! Қатын мен жек қойған! Өтірікші оңбаған! Өтірік айтпа! Қой! Қой! Ешкі! Сүйір бәрін жек қойған! Тоқтат! Уа, ханем, кім мынау өзі? Ринат, зайтып қой сол баяғы. Құрметті, рахмет. Құрметті достар, біз сонау елордасы Нұр-Сұлтаннан сіздерге келіп тұрық. Жалпы айтсақ, бүкіл проблема, Қызылорданың мәселелері болса айтып алыңыздар. Біз осы Қызылордадан елордаға барып айтамыз. Бірақ жауаптарын білгеніңіз келсе, келесі ойын күтіңіздер. Алдарыңызда болған руханият Нұр-Сұлтан. Рахмет, Қызылорда. Руханият командасы Евразия гуманитарлық институты колледжінің директоры Әшірбекова Алма Дайыр қызына үлкен алғыстарын білдіреді. Қолдау, қошеметтеріңіз болса. Арғарай, келесі шығатын командамен таныс болыңыздар. Тараздан келіп отырған команда. Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті Раян Нұр командасы. Екі мыңға жуық вайнері бар. 2000 жылдық тарихы бар. Тараздан келдік. Қайырлы кеш, Қызылорда. Біз Тараз мемлекеттік педагогикалық университеттен келдік. Яғни біз болашақ мұғалімдерміз. Сіздер көпсіздер, біз азбыз. Сондықтан шуламай тыңдаңыздар бізді. Ол жарайды. Өткенде түс көрдім. Ұйықтап атып па? Ұйықтап ат. Түсімде мұғалімдердің айлығы 300 мың. 400 мың, 500 мың. Тұра тұрш. Мә деген саған 100 мыңнан қосып атсың сен. Ол сол түсінде ше, депутаттардың айлығы 30 мың, 20 мың, 10 мың. Тағы мә деп минусқа кіргізіп аяқтайықтарын. Көріп отырғаныңыздарыңыздай, біз Қызылордада алғаш рет біз
Сондықтан мақтағанша кем тұстарын айтуды жөн көрдік. Мысалға анау келіп кіріп келе жатқан кезде бір Тасбөгет деген жер бар ғой, сол жер бар ғой, ойлы шұқыр бар ғой, саз балшық бар ғой. Абылай, не айтып отырсың? Ана жақта бар ғой, Тасбөгеттің бір баласы бейт тұр ғой. Ол Дидар мүмкін бейт тұрса мойны қышып атқан шығар? Шілей бір қатардың мойны қышып отпаған шығар аяқта. Олай болса, ойынымыздың басын жаңадан вайн түсіріп жүрген вайнердің сөзімен бастаймыз. Алло, брат, съемкадан кейін хабарлаш. Рахмет. Алғаш рет ас басқарып тұрған тамада. Ал бәрекелді, мынау дәрет алғандар оң қолды көтерсе, құрметті ағай. Жалғастырамыз. Ешкіммен араласпайтын жігіт туған күніне жарты сағат қалғанда. Алло, Мақсат, қалайсың? Өткенде Тасбөгетте танысып едік қой, Мақсат. Сол қазір жарты сағаттан кейін туған күнім еді. Тортпен жұмыртқап қойғам ғой. Қолың бос-боса кеп басымнан ұрып кетесің ба? Достар, жалғастырамыз. Өзінің қызына дұрыс әзілсіз дей алмайтын жігіт. Айгүл. Ау. Түсіп қалды. Достар, жалғастырамыз. Дым мотивация бере алмайтын бапкер. Осынса PlayStation-ға апарам. Достар, жалғастырамыз. Аузында бір тісі жоқ вампирден қашып келе жатқан қыз. Жынды мойным сорып саған несі ақым? Достар, жалғастырамыз. Бәріміз білеміз, мектепте жайдарман ойыны өтсе, әділ қазылар алқасында директорлар мен завуштар отырады. Сонымен көз алдымызға елестетеміз, университеттегі жайдарман жюриде декандар мен барлық декандар отыр екен. Мына жақта бар ғой, өмірі свет болмайды бар ғой универде. Анау мұғалімдер бар ғой, мүлдем сабақ бермейді бар ғой. Анау жоғары жақта отқандар не қарап отыр деймін да? Фамилиясын жазбаш. Отчисление наны. Сөз соңында. Алдында айтып өткендей, біз Тараз мемлекеттік педагогикалық университеттен келдік. Яғни біз болашақ мұғалімдерміз. Барлық айтады екен, мұғалімдерді екінші ана деп. Бірақ біз естімеппіз, мұғалімдерді екінші әке дегенді. Сіздермен бірге болған болашақ екінші аналар. Тараз қаласы, Раянұр жайдарман тобы. Қызылорда, рахмет. Тараздан келген жігіттерге қаттырақ қошеметтеп қояйық да жерде. Рахмет. Келесі қонақтарымызға кезек берейік. Солтүстік Қазақстан облысынан келіп отырған Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 5 жаналық командасы. Егінді алқап қызыл жарда, қымбаттадынан бағасы, 130 теңге болғаны, адамдарды шоқ қалды, орындары 80 болған, кейбір жерде 70 болған. Тирит-тирит-титай көңіл термейді, 130-да 80-ге енді түспейді. Тирит-тирит-титай көңіл термейді, қызыл жарда бұдан бұлай нанды жемейді. Нан қымбаттағалы бері диетада отырған 5 жаналық кеп қал. Сәлем Қызылорда! Көңіл термейді, 18 бен 25. Жігіттер, сонау солтүстіктен келіп отыр. Сондықтан да Петропавл жайлы бір нәрсе айтайық. Петропавл жайлы әңгіме айтпай қой. Неге? Халықты ұйықтатып тастайсың ғой қазір. Ендеше Қызылорда жайлы әсілдеп. Ойбай, жынды ма? Қызылорда жайлы тем бойлы айтпа. Неге? Бізді ұйықтатып тастайды ғой сосын.
Жігіттер, мына жалпы Қызылордаға келген біз үшін плюс. Бір жағынан қарап тұрсам, мына университеттің бюджетіне минус. Осы плюс-минус дегеннен шығады. Егер де Қазақстан жұлдыздары өлеңдерін плюспен айтса, ол оларға минус. Минуспен айтса, ол оларға плюс. Аян, біздің құрамадағы Азаттың қызы бар. Ол плюс. Қызының көзі минус, бірақ ол Азат үшін плюс. Жалпы қадірменді ағайын актуал жаңалықтарға келеді. Сау бол, рахмет. Шүкірігің базар жоқ екені. Сен гриппен ауырсаң, полностью бір альбом жазыптайын деп тұрсың ғой. Айтпақ жігіттер кеше Азат бар ғой, жоғалып кетті ғой мұнда. Қош? Бірден көктемге бардым сосын. Таптың ба? Білмеймін, көктемге барып, бұлай бүйтіп қараймын. Азат жоқ сияқты дейді. Сосын? Тұрдым да Шанхайға кеттім. Келе жатсам мен Шанхайда. Бір жігіттер келді де темекі сұрады. Сен не дедің? Жоқ дедім мен оларға темекі. Сосын? Көздерім көрмей қалды, тістерім ұшып кетті. Өтінем, ұрмаңдаршы. Болды. Азат не болды сонымен? Қандай Азат? Мынау Шанхайға бекер кірген ғой. Өліп бәрі. Менде одан да мықты ән бар ғой. Шенеуліктер туралы ән. Қос. Көрейік. Маған бәрі бір қаланың жолдарына, ыстық су, суық суларына. Бірақ тексеріс келген кезде мен олардың алдарында өш. Бірдене білдірмей тұрғанда 5 жаңалықпен жалғастырамын. Рахмет достар. Петропавл қаласында алғаш рет сатушысы қазақша сөйлейтін дүкен ашылыпты. Сонымен магазин У Нұрғисы. Сәлеметсіз бе? Дайте хлеб. Хлеб демеш, айналайын, нан деш, нан ғой. Молоко. Молоко демеш, сүт десеш, сүт қой бұл. Тогда еще скотч. Скотч демеш. Давай. Қазақстан футбол құрамасының ойыншылары киім жайда. Досым деймін да. 5-ші минуттан кейін ауыстырған жақсы болды. Шаршап қалдым. Сені 5-ші минуттан кейін ауыстырдың ма не? Мен вообще шыққан жоқпын ойынға. Қызылорда қаласының криминалды ауданында. Жынсыңдар ма, не істеп жатсыңдар? Үлкен кісі емес пе? Ұялмайсың ба? Тұрыңыз көке, көмектесем, тұрыңыз көке. Бұра берсін да, жастар жылы емес пе? Жастар жылы қоя! Рахмет. Негіз достар, бізде осыған келу үшін, осы қалаға келу үшін біраз қаражат керек болды бізге. Біздің реквизиттерге, массовкамызға, шоуымызға, салюттерге. Бірақ біз кімді алдап тұрмыз? Біз Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін алдап жүрміз. 5 жаңалық, рахмет Қызылорда! Шүкер, бір жағалауға мың шағала, күш шара. Рахмет, бір Петропавлдан келген жігіттерге бір қаттырақ қошеметтеп қойсаңыздар. 5 жаңалық командасы арнайы Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Өмірбаев Серік Мәуленұлына өз алғыстарын білдіреді. Қолдау қошеметтеріңіздер қойсаңыздар. Және де келесі команда шығам дегенше бір ақпарат бере кетейін. Арнайы осы жоғары сынып оқушылары болса, жақын арада мектеп тәмамдайын деп жатырған жастар болатын болса, кішкене сіздерге ақпарат. Арнайы осы солтүстік өңірдің ірі және бірегей жоғарғы оқу орындарының бірі Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті арнайы серпін бағдарламасы бойынша талапкерлерді қабылдау бастап кеткен екен. Сол үшін барлықтарыңызды кереметтей жастармен бірге қатар бір замандас, бірге осы жастар секілді оқимын десеңіздер, көтерілем десеңіздер, қандай оқу орынды таңдап жатқандарыңыз болса, сіздерге кішкене бір ақпарат беріп жатқан себебім. Рахмет, бір қолдау қошеметтеріңіз болса. Рахмет, келесі А тобын аяқтайтын соңғы 6-шы командамен таныс болыңыздар. Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы
Ақырап ауылы Ақырап 25 командасы. Mаған ештеңе керек емес. Ауылдың кештерінің жанында. Ауылда бестің жайында жүргенде көңіл шалқып, жүрек балқып тулайды. Ауылдың балалары ән айтамы шаша, ауылымның адамдары шіркін қандай тамаша. Батыстан ауылдар қат кеш жарық тұңғыш астана. Ауылдың айқай көшесін аралап. Қымбат достарымыз, Батыс Қазақстан облысы Сырма ауданы Ақырап деген ауылдан боламыз. Біздің ауылды көз алдарыңызға елестетіңіздер. Кішкене әрірек елестетейік. Біздің ауылда шашты әлі күнге дейін бір пачка темекке қияп. Ол былай тұрсын, шемішкені рөмкіге қиып сатады ғой біз ауылда. Сен неге келіп ап, мүже Қайсылан апаның жарнама алып тұрсың? Енді көрші апа емес па? Сауда шығып кетсін, қол шығып кетсін деген ниет. Жігіттер, бұл Қызылорда, сондықтан келісе алайық, бұнда дұрыс жақсы әзілдер, жақсы әңгімелер керек. Жақсы әңгіме демекші, қорқынышты әңгіме айтып жіберейін. Кеше түннің қақ ортасында үйден атып шықсам, көрші Қайсылан апа шашын жалбыратып жіберген күлдің басында тұр. Ол нақ отыр ей? Біздің ауылда сөйтіп ұстамайды ғой, ВК кіріп тұр күлдің басында. Содан жайлап Қайсылан қасына барып, привет, Қайсылан десем, мына жақтан аппақ болып киініп алған. Шаш аппақ, бір ер адам келіп жатыр, танымай тұрмын кім екенін. Мәкәр аға олар ей? Мәкәр аға болса қисалаң етіп кетеді ғой. Анау қақшиып алған. Сосын жайлап бір заманда аяғына көзім түсіп кетті. Аяғына қарасам, оригинал Габани бұтында балахон талтаң. Ендеше 23 үйдің намысын қорғауға келген Ақырап 25. Кетті! Оның арасында біреу ойнап жүр. Сонымен достар, көреміз, мүлдем жас қызы жоқ ауыл. Ауылда бүкіл қыз кетіп қалды, тым қызық емес, Жалғыз фельдшер жаңылсынымыз бар еді, ол да кетіп қалды. Сен бүсің көгілдір махаббатым. Да, Абылай. Жақсы, қазір кішкенейін барам. Абылай несі? Абылайдың әйелдің телефоны менде кетіп қалғанға сол қыз ойнап жатқан. Бәсе. Жігіттер сендерге ВК-дан Андрей деген біреу привет деп жаза ма? Жо. Андрей деген жазбайтын сияқты, ондай жазбайды. Саған жаза ма не? Ома сен ейтпісің. Естіңдер ме? Қайсылан апа 4 күн болды енді жалғыз өз дейді ғой. Не ейтпісің? Үлкен кісі емес пе ол деген? Енді үлкен кісі болса да отырамыз да кеттік жүріңдер. Қайда барамыз? Қайда, Қайсылан апа сарай бос қой, карта ойнаймыз жүріңдер. Ауылда монша жағатын бәпіш ағамыздың әңгімесі. Содан! Айфоны бар, жазира бар ғой. Сол түстімен монша. Қарап алғансың ғой. Нені қарадың ей? Соткысын айтам, галереясына кіріп музыкасын тыңдап. Содан кейін акциясы бар берік түседі ғой. Одан не қарайсың, дым жоқ қой, одан. Ақырап ауылы алма бағы. Тоқта бала. Руку наверх. Бросай оружие. Қой алманы басыңа. Атпай қостады. Тура алмаға тегізем бар. Атпай қостады. Атам дейм өзің бес балмырлап жүрген. Тура алмаға тегізем. Аға. Бір. Ей, шалау. Қуасың ба, керемет жап-жас баланы өлтірейін деп отырсың ғой сен деген. Өзімес па, нервіға тиіп алмырлап жүрген. Әуелде де мандайына тегізем, 4 жылға сотталып кеткен жоқсың ба? Ол кезде атака мала осталась нормальный девчак. Жас болдық кемпір. Өзгердік, үйрендік. Тегізе алмайсың деп, сосын манда арасында түрмеге жатып, қара шай ішіп жатасың. Сол жақсы ма саған? Жақсы ма саған сол? Мына жылап қалған ше, жыламай. Дәу кемпірсің ғой, жылама. Жылама болды, протезің түсет, жылама. Шашың қағырып кетеді, жылама. Онсыз да сиыр соғып жүрген жоқсың қойды. Күнде қара шай ішіп жүріп. Нағыл дейді маған келме. Ата, керек емес. Ұстама. Техника разенган. Өштіпті не? Кемпір, мұнау қорықпайды ғой, мылтықта кеш миын шақ. Жанымда сен, қанда сен, бағымда сен, танып алған жарымда сен, жанымда сен, қанда сен, бағымда сен. Рахмет. Қымбат достар, сөз соңында, егерде сіздер ештеңе көргілеріңіз келмесе, біздің ауылға келіңіздер. Біздің ауылда тіпті мектепте жоқ. Ешқандай актуалықсыз, ешқандай саясатсыз, жай ғана ауылдың қарапайым балдары. Ақырап 25. Ауылдан көшсең көш керуен, қалада өрле өсмейлі. Ауыл
Рахмет. Ақырап 25 командасына деген қолдау қошеметтеріңіз болсын. Енді келесі Б тобының командалары дайын бола берсін. Оған дейін құрметті Әділқазылар алқасы жоғары ұпай 5 ұпай. Бүгінгі А тобы бойынша өнер көрсеткен командаларға деген ұпай сандарыңызды көрейік. Бірінші болып өнер көрсеткен Болашақ медицина колледжі БМК құрамасының ұпай сандары. 3, 4, 3, 3, 3. 3,2 ұпай. Төлеби ауданы Төлеби құрамасы. 5, 5, 4, 5, 5. 4,8 ұпай. Нұрсұлтан қаласы Евразия гуманитарлық институтының колледжі Руханият. 4, 4, 3, 4, 4. 3,8 ұпай. Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті Раян Нұр командасы. 5, 4. Рәке. 4, 4, 4. 4,2 ұпай. Солтүстік Қазақстан облысы, Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 5 жаңалық. Толық 5 ұпай. Батыс Қазақстан облысы, Сырма ауданы, Ақырап ауылы, Ақырап 25 командасы. Толық 4 ұпай. Рахмет. Және де құрметті Әділқазылар алқасы, енді бүгінгі осы 6 команданың ішіндегі бейнесайыс бойынша өздеріңізге ұнаған команданы атап кетесіздер ма, қалай болады? Ақырап 25. Рахмет. Ақырап 25 командасына арнайы Әділқазылар алқасының бейнесайыс көрінісі бойынша 0,5 ұпайы қосылады, яғни Ақырап 25-те 4,5 ұпай. Рахмет. Арқарай жалғастырамыз. Өздеріңіз жерлестеріңіз қаттырек қолдау қошеметті сұрамаяқта өздері ұрат деген ойдамын. Қызылорда медицина жоғары колледжі, денсаулық сақшылары. Эй, досым, барасың ба кино? Сөз, жайдарман. Қайырлы кеш, Қызылорда! Достар, біз барлығыңыз біліп отқандай медициналық колледжден келдік. Және де біздің колледж жақында Қызылорда медициналық жоғарғы колледж атанды. Оған себеп біздің ұстаздарымыз финляндиялық дәрігерлермен ғылыми тәжірибе алмасқан болады. Досым, атоймен енді қазақша видео емес, европейский видео көреміз дейсің ғой. Достар, сіздерде осы медиктерге көп қойылатын сұрақтардың бірі осы спирт неге керек деген. Спирт негізінен залалсыздандыруға арналған сұйықтық болып саналады. Қой, сондай ма не? Мен оны ішіп жүрсем, теппей ма бір нәрсе оған ол? Қырады ғына жеркен. Негізі біз күшті команда байқап тұрсың, білесің ба? Мықты команда дейді. Өзіне ұнайтын өлеңге айраны биді. Диас, бүгін ойынға негізше мамаңмен келуге болмайтын білесің ба? Қақтағы мама, бұл мен жүріп атқан қызым. Қызым дейді. Қызың нешінші курс оқиды? Я вторашка. Да, ну, я думала, ты мамашка. Динара, берші өзіндікін. Қалай екен? Ашмаған кем. Мақыл үндемей атыр ше. Бірақ күттай бір үйдің балдары дейтін кіп-кішкенде бөбектердің әзілі ғой. Неғып ойнап атсың оны? Бір үйдің балдары дейді. Мен де солармен бірге бір үйде тұрмайын ба? Ендеше әзілмен емдеуге денсаулық сақшылар келіп қалды. Кетті, бәрін таста. Кетті, бәрін таста. Достар, көреміз дипломын сатып алған дәрігер. Дәрігер, менің әкем жағдай қалай? Әкең жағдайы керемет, зың, жүрегі соқпыр. Құрметті достар, көреміз дәрілердің де айтары бар екен. Қалайсыңдар, адамдар, амансыңдар ма? Мен негіз үйленіп болам. Әңгімені таза жақпа демеймін, жақасыңдар, жағып атсыңдар екен. Бірақ жақып болғаннан кейін басыма мақтап көрсеңдерші. Крышкім бар ғой, крышкімен жауып қойыңдар әдемі. Адамдар, мен ашып береймін.
осы мені ауырған кезде пайдаланасыңдар да ана диванның астына салғандарыңды сосын ана істемейтін холодильник ішіне салып қойғандарыңды қойыңдар ше мен сендер ауырған кезде сендерді емдеп жүрген жоқпын ба Ассалаумағалейкум. Активірдің өкіл боламын. Жігіттер не ғой бір өтініш бар еді сендерге қойдың алдында ішпей ақ қойыңдаршы. Кім Мади, Бека өтініш сіздерге вообще көмектеспейді ол. Саламатсыздар ма енді өздеріңіз де біліп отқан шығарсыздар енді мен свитча боламын. Дәрілер сендер жұмыстарыңа қуансаңдаршы, шүкіршілік етіңдер. Маған қарағанда таза жерде жүресіңдер ғой. Рахмет көп. Достар, ойын соңында медициналық жаңалыққа келейік. Қазіргі таңда телефон бағдарламаларының бірі Дамумет деген бағдарлама шықты. Ол бағдарлама арқылы біз үйге жедел жәрдем шақырып, оның ішінде отырған жаңағыдай пациент емдейтін медсестраны, яғни мейірбекенің аты жөнін, толық нөмірін және де оның суретін білуге болады. Досым мен қыздар друг вокругтан емес Дамумет дейсің ғой. Ендеше сіздерге медицинаның жақсы жаңалықтарымен бөлісетін денсаулық сақшылары. Көп рахмет. Рахмет. Денсаулық сақшылары командасы арнайы Қызылорда медицина жоғары колледжінің директоры Тасмағамбетова Салтанат Сейтқали қызына үлкен алғыстарын білдіреді. Және де Қызылорда Жайдарман орталығы арнайы осы Қызылорда медицина жоғары колледжінің барша студенттеріне алғыстарын білдіреді. Қолдау қошеметтеріңіз. Рахмет. Келесі команда, солтүстіктен келген команда Павлодар облысы Аққулы ауданы күлкі фабрикасы. Солтүстіктің суығын емес Керекудің күлкісін әкелдік. Кеш жарық Қызылорда! Құрмет достар, міне Қызылордаға келдік, бірден жақсы жаңалық. Ана ауылдағы көкеміз бар ғой, сол үйленейін деп жатыр. Қой! Кім кінәлі? Жоқ, ешкім кінәлі емес, өзіміз любовь. Тұра, звонып жатыр. Да, Серега, қалайсың? Тойға дайындық қалай? Тапсырмалар істеп жатсың ба? Ана, ресторан не қылдың, ресторан? Сонда мен ненді қойдым? Басың істей ма? Дайын ала салмайсың ба? Одан сыртын кірпішпен қаптай саласың ғой. Одан сен жігіт жолдас боласың білесің ба? Ауылдан бір жақсы костюм тауып ал. Сен кімге салғаныз? Мен өзім кимеймін ба? Одан ана құстарды не істедің, құстарды? Қарғасын ес басың істемейсің, көгершін дедің ғой. Все, дайындап қойдың ба? Марина өтет қойдың. Мен басың істей ма? Ол шашылық емес қой, ұшырамыз дедім ғой. Жарайды, жей саламыз енді. Жегішілерің, қойшы. Көрімдіктерін дайынданды. Көрімдік. Аш, бол. Көкі мұнау жеңге ма, жезде ма? Ассалаумалейкум. Уағалейкум. Ойбай, братан, сен кімсің? Осы сен қуасың. Не болды? Сен мені алып қашайын деп жатқың, сен айттым ғой. Қыз емеспін деп. Сен де түгітпейді деп. Жап жақты спектакль ойнап жатқан жермен алып кетті не. Базар жоқ, сен де сабырлы екенсің, братан. Көкі! Сонымен той бола ма, болмай ма? Білмей қалдық қой. Че там? Қуасың ба? Болмайды ау. Мынау қалай қызық болды ғой. Братан, шашлыққа қалайсың? Жақсы. Шашлық жеп қайтайғы? Братан, ренжіме. Байқамай қалдың. Ана қыз ренжіп қалды. Ойбай, қыз деппін ғой. Мына қыздар дегеннен шығады.
Жалпы мына құрметті қыздар, біздің бір байқағанымыз, сіздер мына біреуге ренжіп қалсаңыздар, мына біреуге ашулансаңыздар, біреумен ұрсып қалсаңыздар, таза цитатамен сөйлеп кетеді екенсіздер. Сонымен құрметті достар, тамашалаймыз қыздардың цитаталар топтамасы. Енді менің өмірімде тек бір ғана еркек бар. Ол менің әкем. Я в жизни буду бегать только за одним мужчиной. И он будет кричать: «Мама, догоняй!» Я люблю дождь, потому что под дождем можно скрывать слезы. Все говорят, главная душа, но все равно вы смотрите на внешность. Олай болса, өздерің күшті команда деп ойлап жүрген күлкі фабрикасы, біз бастаймыз. Кеттік! Рахмет. Достар, жалпы мына студенттер өздерінің мұғалімдерінің есімдерін кей кезде естерінде сақтамай жатады. Сонымен тамашалайық, сондай оқиғалардың бірі. Философия пай, тоз тұршы. Қалай философия пай? Қалай философия пай? Сен ана екінші курс оқитын Алихан емессің бе? Иә. Мен сені танып тұрмын. Оқып жүргеніңе 2 жыл болды. Бір атым жаттап алға болады ғой. Оп-оңай. Ақпан Тоқпан Бекбердиева Бақытгүл Жамал Дәрия. Оп-оңай ғой жаттап алға болады. Ал жарайды, не сұрайын деп ең? Психология апайды көрмейсің. Барлығымыз білетін Skittle жарнамасында жирафтан түрлі түсті компьютер саулып жатады. Елестетейік, сол кішкентай компьютердің орнына киндер сюрприз саулса қалай болады? Тамашалаймыз. Белгісіз бір жерде болған тергеу. Біз не сені тау алмай қалады деп ойладың ба? Біз сені жердің астынан да тауып аламыз. Ха-ха. Құрметті студенттер, егерде дәл осындай жағдайға түскілеріңіз келмесе, Нұр Отан мен Жас Отанның футболкаларын қайтарып жүріңіздер. Құрметті достар, ойын соңында. Шыны керек, біз қарапайым ауылдан болғандықтан бізде ауылда азық түлік шығаратын фабрикалар жоқ, жиһаздар шығаратын фабрикалар жоқ, ағаш темір өңдейтін фабрикалар жоқ. Бізде тек қана бір фабрика бар. Сіздермен бірге болған күлкі фабрикасы. Рахмет. Өте тамаша. Павлодардан келіп отырған керемет күлкі фабрикасы командасына үлкен қошемет, шапалақтарыңыз болсын. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі енді батыстан келген сәлемдесу. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Жайық командасы. Ақ жайықтан біз бұл жайық ұлдары, көңілді көтер қаны сүрме қолдарды, сөзіңнен әне біздің стиль шынайы, күтпеген берген еміз қырғын тапай, қане бос отырма шапалақтан жер, бұл үлкен жоба тек мықтылар өте, мұнда бәрде бар әзір әнмен би, азыға сіздерге бұл ұрақ көңіл күй, бұл ұрақ көңіл күй. Dame tu cosita, dame tu cosita. Сыр еліне асыға келдік, қайлы кеш Қызылорда! Ей, жандарым, сол көкейлерім, аққытайларым менің, Қызылорда менің мекенім. Ей, жандар, түрлерін қараш тәлпіштеніп отыр ғой еркелеп. Алдында Арай Ситидің алдында Райым ортырмен фотоға түсе алмай қалдыңдар ма? Ей, Райымның номері бар, жазып алсаңдар шықырсын. Амадын ал деп тұрсың, не жағымпаздан тұрсың, батыстың балдарына жараспайды ондай. Керек емес.
Ей, көке, саған жартылай финал керек па? Иә. Үндемей тұршы, жандарым. Қымбат достар, Оралдан бір жақсы жаңалық болсын, біздің Оралда ешбір дүкенде арақ шарап сатылмайды. Қуаныш ағамыз ба? Қуаныш ағам. Біреуге қуаныш, ал біреуге қайғы. Не болды, Амат? Жездемдейім. Өмірден түгіліп кететін болды. Қымбатты қызылордалықтар, сіздердің әкімдеріңіз Қырымбек Көшербаев бұрын Батыс Қазақстан облысы әкімі болған кезде осы заңдылықта қалыптасып кетіп еді. Бұл заңдылық әлі үрдіспен жалғасып келе жатыр. Бірақ бұл жақта әлі сатады екен ғой? Қойшы, әлі сатамады. Қыз. Алло, жезде, ақша беріп жіберсейші, мен Оралға қарай апарайын жақтан. Қойып кеттіңіз бе? Оқып кеттіңіз бе не? Ой, үшінші курс па, айтпайсың. Ендеше кезекті оралдық көңілке Қызылордада. Мы наваливаем щит, в ушах у копов трещит. Это вкусно, как для уха побачить. Қызылорда қаласы, Шанхай көшесі. Менде қатырып болмайды оны құрсын. Ойбай, анау не? Ей, пистолет қой құрсын, жаңа менде айтып қоймайды. Рахмет. Сонымен тамашалаймыз. Сотқа кешігіп бара жатқан сот. Алло, Айгүл, кез келген бапталда соттай бермен, қазір кешігіп бәтірмен. Сонымен тамашалаймыз. Егер әлемде билет дейтін оған болмаса, сонымен қоғамдық көлікте. Аға, таксин төледің. Таксин мұнда кел бер. Таксин төледің. Аға, сен мұнда кел бер. Рахмет. Қымбат достар, ойын соңында жалпы Жайық өзені ағыс арқылы Каспий теңізіне құяды. Ал Сырдария ағыспен Аралға құяды. Түйін, егерде бүгінгі ойыннан жақсы нәтижемен өтіп жатсақ, келесіде сіздерге құямыз. Қой, жездем, қойып біткен мен. Рахмет, Жайық, Орал. Рахмет, Оралдық Жайық командасы арнайы өзінің грант және жаңа толғын деген керемет жоғары лигада өнер көрсетіп жүрген аға жайдармашыларына үлкен алғыстарын білдіреді. Бір қолдау қошеметтеріңіз болсын. Және де бір айта кетейін, күлкі фабрикасы командасы Павлодар облысы Аққулы ауданының әкімі Балғабаев Абзал Әбілхақұлына алғыс білдіреді. Бір қолдау қошеметтеріңіз болсын. Кешіміз арғарай жалғастырайық. Көкшетаудан келіп отырған жігіттерге кезек берейік. Көкшетау Абай Мырзахметов атындағы университет Қуам құрамасы. Көкшетау дегенге орыстар шығады деп ойладыңыздар ма? Шли, ондай емес. Өздеріңіздің желмен ыстыққа күйіп өскен балдарыңыз ғой. Арма Астана. Бұл жақта айта беруге болады шығар. Біз осы жаққа келу үшін Көкшетаудан Қызылордаға қарай пойызға міндік қой. Артынан Көкшетауды суалып кетіпті. Не болды? Қандаш кетпін. Қарап жүрмейсің ба? Айтпақшы, Көкшетау демекші біздің оқу орнында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сабақ өтеді. Өткенде сол сабақтан екі алып қалдым, сөйтіп ағайға айттым, ағай маған жақсы баға керек дедім, ол андай ақша ана-мынау алатын кісі емес. Сөйтіп келді, айтты, шай-пайың дайындап жүр деді. Ойымда ештеңе жоқ қой, шай-пай дайындап жүрем ба деп кабинетіне кіріп бардым да, 5000 теңге партаның үстіне қойсам, камера түсіріп, ағайды біреулер қолын қайырып алып кетті. Сонымен? Артынан бәрібір шай-пайын жіберіп жатыр ғой, группамен. Жігіттер, Қызылордаға келгеннен кейін Қызылорда туралы айтайық.
Қызылорда деп жатсыздар, Қызылорда деген нағыз қазақилықтың қаймағын сүзіп ішкен жер. Біле білсеңдер, Қызылорданың барлық жері қазақи, көшелерінің өзі қазақша. Мысалы, Қорқыт ата, Әл-Фараби, Торайғыров, Нұрсұлтан Назарбаев, Хонбендо, Чиза Сантина. Не көрсін? Не көрсін? Нелеріңе жетісіп келіп тұрсыңдар? Көкшетаудағы главный көшенің өзі Пушкин. Әкімшілік, акиматтың өзі Горковада орналасқан. Одан кейін қайтып қазақша сөйлейсің? Оның бәрін маған нағып айтып жатсың? Кран жауып жүрмейсің ба? Олай болса квартираны Әл-Фарабиден алған қоғам құрамасы кеттік. Достар, елестетейік, тас ғасырындағы шаштараз. Ағай, қанаватыр? Қаз тұра тұрайын, зын салып тайын. Балалығы қалмаған министр. Апте, же ғой енді, әшінде жесіңдер ғой. Же. Же дейм. Сенен әйтпесе сен жемейтін болсаң, депутаттар жек қояды. Одан қалған әкімдер жек қояды. Бұл жеңді, жеден. Апте, айналайын. Апте, болды, қалған отчет қағасын. Қымбатты достар, ал енді балалық шағымызды еске алайық. Балабақшада осындай тәрбиеші апайымыз болған болатын. Ғажайып түс көрдім, таң атта мен бүгін, ертегі әлемнің қызығында жүрдім, нұрына шомылдым бүгін. Жұлдыз айы көркем, әдемі еді неткен, құстары сөйлейді, бұлттары тербейді, мен оянып кеттім әттең. Ертегілер, Рахмет. Құрметті достар, жастар жылында жастар жайлы. Қазіргі жастар бұзылған. Көшеде жүреді, район болып бөлінеді, ішеді, темекі шегеді, одан қалды қорқоршы. Сіздермен бірге болған Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті арнайы қуам құрамасы сіздер үшін 3000 шақырым жерді артқа тастап келді. 3000 дей салады, мына жерде 3 километр Әл-Фарабиден келіп тұрған жігіттер бар арасында, иә. Мақұл, енді ары қарай жалғастырайық. Кезінде енді Әл-Фараби құрамасы деген команда ойнаған, Қызылорданың жігіті ғой арасында біреу жүр, сөйлеп жүрген. Иә. Әл-Фарабиден келгендері болса қошемет. Өте тамаша. Дұрыс. Оқысаңыз, сыртқа барып оқысаңыздар, өте тамаша, осылай кереметтей оқу орнының атын шығарып, үлкен дәрежеге жетуге болады. Еңбек етіңіздер, Құдай қаласа, иә. Кешіміз ары қарай жалғастырайық. Алматы қаласы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Эверест командасы. Wi-Fi мықты қаладан Шанхай мықты қалаға келдік. Сәлем, Қызылорда! Құрметті достар, жаңа Wi-Fi мықты деп енді Алматыны айтып жатсың ғой. Алматыда оқитынымыз болмаса, бәріміз Қазақстан түкпір-түкпірден келдік қой. Мысалы, мынау Жаңақорған, Қазалы, Қызылорда, Арал, Тасбөгет. Ой, кәдімдей түкпір-түкпірден келіппіз ғой. Я, достар, біз бүгінгі ойынға жалпы Алматы қаласынан... Жігіттер, мынау аяғы 37-38 деген кім? Шырын ғой ол. Қай шырын ол? Анау ше, бір аяғы 37, бір аяғы 38. Шырын деп атсындар ғой. Шырын деп атсындар, мен сол шырын зерттедім. Қай шырында? Анау ше интернетті сәукеле киіп, жаңа звезда болып жүрген. О кісі деген Жалаңтөс батырдың тікелей ұрпағы. Футболист Мбаппенің қарындасы болып шықты ғой. Анау Жалаңтөсің түсініп тұр, Мбаппеге қандай туысқан ол? Дұрыс емес па, Мбаппеде гол салғанда битпей ма? тағы да күрші
менің жанымда. Футбол дегеннен шығады. Бүгін ставка ойнап отырмын, жақсы. Менде не бар? Елнұр дұрыс емес қой ставка деген. Харам ғой ол. Мен харам емес. Неге? Мен арабтардың футболына қоямын ғой. Тағы да күлші. Сахнада алматылық Эверест, біз жалғастырамыз. Экраннан Эверестке үздігір. Рахмет. Алғашқы әзіл. Егерде Шыңғысхан өзбек болса қалай болады? Ханем, 6 ай болды отырарды аламай жатырмыз. Аламайсыңдар оны. Неге? Біздің батиялар саған ғой. Олимпиада чемпионы Илья Ильин Тәуіптің алдында. Саламатсыз, папа. Саламатсың, балам, не үшін келдің? Көтер алмай жүрмін, апа. Өмір бойы адамдардың арасында өмір сүріп, орманға бірінші рет келіп тұрған маймыл. Айбай, мұна жаңа қызбен келі көрек қой. Жетіскеннен хабарлап атқан жоқпын. Көреміз. Мақтан алмайтын болмыш. Көке, 20 мыңға майда бар ма? Егерде балапан телеарнасы мен асыл арна телеарнасы қосылып кетсе қалай болады екен? Балалар, алаяқты көріп тұрсыңдар ма? Иә. Ендеше бәріміз қайталаймыз. Алаяқ ұрлама күнә болады. Алаяқ ұрлама күнә болады. Біз енді қандай концертке барамыз? Өнер қырандарының. Кеттік. Санға, яғни цифрдан ләззат алатын жігіт. Қарындас, сағат неш болды? 4. Не болды? Қай жыл болдыңыз, қарындас? 98. Номеріңізді бола ма? Жарайды, жазала. 8, 707, 498, 97. Болма? Иініңізді бола ма, қарындас? Статистикаға сүйенетін болсақ, бір жігіттің басына 7 қыздан келеді. Егерде сол статистика орындалып кетіп, бір жігіт 7 қызға үйленіп алса қалай болады? Сонымен тойда. Ал енді мынау, айналайын 8 жас той құтты болсын дейміз, не дейміз? Арман қолыңа қондырып отырған 7 қызың құтты болсын енді, не дейміз? Арман, Аяжан, Асия, Сымбат, Ақбота, Асел, Қарайдана, Сарайдана, бақытты болыңдар енді, не дейміз енді? Арман, сен мынау Асел, Аяжан, Ақбота, Сымбат, Асия, Қарайдана, Сарайданаға гүл сыйласаң, Сарайдана, Қарайдана, Асел, Ақбота, Асия, Аяжандар саған ол сыйласын дейміз, не дейміз? Мынау керегелерің кең болсын, бастарың дәу бір жастықта қартайсын. Ай, бәрекелді. Ендеше Асияның туысқандары тамақтан болсақ, кафені босатайық, Сымбаттың туысқандары кірсін. Рахмет. Құрметті достар, сөз соңында. Бір минут. Жігіттер, мойындаңдаршы, бәрің мектеп оқып жүрген кезде Қызылордада Қорқыт университетіне түсуді армандадыңдар ғой? Мен де армандадым ше. Жетіскеннен Казгуда оқып жатқан жоқпыз ғой, дұрыс па? Балымыз асып кетіп тұрған. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен, университетті бітіріп, мамандық бойынша жұмыс жасап, үйленіп, бақытты болып, бала-шағалы болып, бала-шағасын Қорқытқа түсіргісі келетін Эверест. Рахмет. Қызылорда ең алғашқы махаббатым, шығарған әліби басар батым, шашатын шартарапқа шапағатын ару қала. Әндері кішкенше менде, өте тамаша. Бір қошеметтеп қойыңыздар алматылық жігіттерге. Рахмет, енді Б тобын
аяқтайтын өздеріңіздің жерлестеріңіз Ресей Федерациясынан келіп отырған Байқоңыр қаласы, Байқоңыр құрамасы, Жайдарман командасы. Қазақша түнеп айтылады, біздер сол түні жолдан келдік, қаланы сәл араладық, бет колледж жақтан квартира алдық, оның іші аромат никотина. Қайырлы кеш, Қызылорда! Республикалық бірінші лига! Жан жақтан қонақ командалар келіп жатыр. Сен білмейсің міне, бізде қонақпыз ғой мына жақта жын. Жігіттер, ойынымызды бастамас бұрын отқан халықты күлдіріп, ықыласына бөлу үшін бізге бір мықты дүние керек. Онда Байқоңыр жамандайық. Не істейсің жаман? Итак бәрі жамандап жатыр. Болмаса мақтайық. Жарайды жамандап. Байқоңыр деген орыстан кеткен Байқоңыр кіре алмайсың деп жағдай жоқ Байқоңырға. Жони, сен таба алмайды деп ойладың ба? Жоқ, ондай нәрсе керек емес. Не зат біздің командаға? Ой, бетін айтып қойып қойм. Жігіттер, одан да мақтайық. Мақтайық. Біздің Байқоңырда көтеріліп кету оңай. Барда ракетамен аспанға бір ұшып кетші. Депутатсың. Барда екі ұшып кетші. Министрсің. Ну-ка, үш рет ұшсаң не болатын еді? Оны білмеймін, мен бірақ екі рет ұшсаң точно министр боласың. Осы командада бір мүшесі ретінде бірдеңе сөйлесең ше бір. Тыңдамайды, қарасаңдаршы, неғып тұр, неғып тұр. Ну-ка, айналайын. Мен команданың мүшесі сен мында келді. Сөйлеп жатырмын ғой мен. Айналайын тыңдап шамалы зер беріп шамалы нағыз сөйлеп жатыр ау бешара сорлы деп қарасаңдаршы айналайын маған. Шашап кеттім мен бар емес па? Внимание жетіспей жатыр ма? Деші. Все, хватит. Хватит. Я устала от вас. Меня никто не понимает. Ребята, моя команда меня не понимает, не уважают. Вы же меня понимаете, да? Альберт тоже не понимает. Қайттым. Ләззат, сен не понимает дегенсіз? Неқта отқандарын бәрі понимает қой шеттерінен. Мына үстеріне понимает ке болған бәрі. Альберт тоже? Алекең деген понимайды ғой, ойбай сен не айттырсың? Я все равно обижена. Обижен дегенсіз? Ләззат, сен мен командада әдемі қызсың әйтеу, біреу болса әйтеу, қарындасымсың дейді, не алмаса өйтпе. Ойбай. Жақсарып қалдың ба? Арқан бағаннан бері құрысып тұр екен ғой. Жақсарып қалдың ба? Болды, бірінші лига драйв бұзбан жеттір, өзіңіздің жері. Жастық деші? Жастық. Әкең бастық. Яғни әдемі кетіп жатыр ғой? Жақсы кетті, трактор деші? Трактор. Әшең суға лақтыр. Ну-ка, маған дайтшы. КамАЗ деші? КамАЗ. Андай да, машина. Мен ақ қойдым, маған дайтшы? Сен бейші, резинка деші? Резинка. Лезгинка! Рахмет. Сонымен достар, көреміз 17-ші ғасыр қан майдан соғыс. Бір қызығы сол соғыста медпункт болса қалай болар еді? Қабанбай, уколға? Әр нәрсеге жалпы болмайтын нәрсеге таң қала беретін бала дүкенде. Саламатсыз ба? Ау не ол? Отвертка. Отвертка? Ойбай, отвертка түсінесің, мама. Ау не ол? Нан. Нан, мама. Ондайда шыққан ба не, ойбай. Нау не? Кола. Кола ма? Еще қап-қара. Мама деген. Ойбай, не ол кеткен? Сіз кімсіз? Сатушы. Сатушы! Рахмет. Құрметті достар, сөз соңында жему, даму, дәжуа, дәжа. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main. Рахмет. Байқоңырлық жігіттерге қолдау қошеметтеріңіздер қойыңыздар.
Байқоңыр құрамасы арнайы Байқоңыр қалалық жастар ресурстық орталығына өз алғыстарын білдіреді. Қошеметтеріңіздер қойсаңыздар болады. Және де құрметті бүгінгі сайысқа қатысушы А және Б тобындағы барлық командалар сіздерді ортаға шақырамыз. Келіңіздер кәнекем. Құрметті Әділқадыр алқасы Б тобы бойынша сәлемдесудің ұпай сандарын бірге тамашалайық. Жоғары ұпай 5 ұпай. Бірінші өнер көрсеткен Қызылорда медицина жоғары колледжі денсаулық сақшылары 5, 5, 3, 4, 4, 4,2 ұпай. Павлодардан келген күлкі фабрикасы 4, 5, 5, 5, 5, 4,8 ұпай. Орал қаласы Жайық командасы 4, 4, 5, 5, 5, 4,6 ұпай. Көкшетау Қуам құрамасы 5, 4, 4, 4, 4, 4,2 ұпай. Алматы қаласы Эверест командасы толық 5 ұпай. Және де Б тобын тәмамдаған Байқоңыр қаласы Байқоңыр құрамасы 1-4 қалған барлығы 5 ұпайдан, яғни 4,8 ұпай. Сіздерден бүгінгі ойын жайлы қысқа ғана мағлұмат бере кетсеңіздер деген тілегім. Бірінші болып микрофон тізгіні Жәке. Жанболат Досмахан. Армысыздар, құрметті жайдарман сүйер қауым, құрметті бүгінгі жайдарманшы жастар. Бүгінгі ойын өте жоғарыда деңгейде өтті. Әсіресе маған қатты ұнаған бүгінгі ойында Эверест командасы 5 жаңалық, Ақырап 25 командасы. Сіздердің бүгінгі ойындарыңызға мен өзімнің атымнан шын алғыс рахметімді айтқым келеді. Рахмет. Келесі болып, Дүкенбаев Асылхан. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, бүгінгі бірінші лигаға қош келдіңіздер. Көрермендердің арасынан жеке денсаулық сақшыларының көрермендеріне көп-көп рахмет. Залды толтырып келіп отырған және қонақ командалар Қызылордаға қош келдіңіздер. Әлде келіңіздер, Қызылорда жайлы әзілдеңіздер. Енді маған ұнаған командаларды айтайын. Төле би құрамасы жақсы, өте керемет жігіттер. 5 жаңалық құрамасы сіздерге де көп-көп рахмет. Денсаулық сақшыларын айттым. Сосын Эверест құрамасы Б тобында өнер көрсеткен. Сосын Байқоңыр құрамасының бас әдем басталды. Соңғы жағы сәл-сәл болып қалды, бірақ басы бәрі жақсы болды. Сосын Жайық құрамасының бір сөзіне түсінбей қалдым. Айып етпеңіздер, жігіттер залда отырған, тәлпіштеніп отырғандар қандай күшті деген сөз енді ауыр естілетін сияқты көрермендерге. Сондықтан ондай сөздерді барынша айтпауға тырыссаңыздар. Бізге білмеймін, өзіме ауыр естілді, сіздерге де ауыр естілді ма? Сіздерге күшті естілді ме әлде десең? Үндемей отырсыздар, күшті естілуге ұқсап десең де. Барлығына рахмет. Өткен командалар құтты болсын. Өтпей қалған командалар келесі жыл сәттілік. Сосын бір команда ұнаған жоқ, ол БМК құрамасы. Қалған бәрі ұнады. Жігіттер, сахнаны менсінбей ойнағанды қойыңыздар. Бір дайындықта редакторда жүрген сияқтысыздар. Күліп өздеріңмен өздерің. Сахнаны сыйлау керек деп ойлаймын. Сондықтан барлығыңызға сәттілік алдағы уақытта. Рахмет. Бүгінгі ойын жайында Искендіров Ақылбек. Қайырлы кеш, тағы да бүгінгі ойын өз дәрежесінде өтті. Маған ұнаған команда 5 жаңалық, Петропавлдан бұндай команда шығады деп шынымен ойлаған жоқпыз. Сосын Эверест Алматыдан келген. Дұрыс. Петропавлдан келген команданың маған ұнағаны раздевалка дегенде киім жай деп әдем айтты да. Мен ояқтан күткен жоқпын негізі. Петропавлдан күткен жоқпын. Рахмет көп-көп. Рахмет Әлбей шақырғаныңа. Үйде бос жатыр едім бүгін. Рахмет. Келіп тұрыңыз. Жайдарманға келіп тұрсаң кіші. Иә. Рахмет. Келесі болып бүгінгі ойынның редакторы Төребек Дармағамбетов. Рахмет, ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті көрермендер. Бүгінгі ойынға рахмет, қош келдіңдер жатырмыз.
Кейбір әзілдер енді неше күннен дайындық болды. Кейбір әзілдер сіздер айттық қой, тез сөйлегеннен, кейбір сөздерін түсінбей қалғаннан өтпей қалып жатыр. Бірақ жалпылама алғанда барлық команда жақсы ойнады. Тек қана Байқоңыр маған, оны баяғыдан айтып келе жатырмын, Байқоңыр маған білмеймін, жетекшісінен бастап ондай қатты ұнай бермейді. Алдағы уақытта енді ұнайды деп ойлаймын. Жетекшісі ме, Месси ме, бір ғой әйтеуір. Рахмет, алдағы ойындарға өткен командалар, жалпы барлық командаларға сәттілік тілеймін. Рахмет бүгінгі ойынға. Рахмет, Рүстем Елжан. Рахмет, мен енді анау ұнады, мынау ұнамады деп сын айтпай-ақ қояйын. Қазір сын айтсам мына жерде қиын болып кетейін деп тұр. Дей тұрған менде командаларға бір жігерлі екенсіздер деген сөз айтқым келеді. Қазылар алқасын қарайтын болсақ, енді өзімді де осы қатарға қосайын, былай ысырып та қояйын. Төребек бар, Ақылбек бар, Асылхан бар. Енді қазіргі таңда әзілдің кәдімгідей қазанын қырып, қаспағын жеп, жілігін шағып, майын ішіп, әзілді былай да түсінетін, бұлай да түсінетін. Бұлар енді жай көрермен секілді әзілге ғана күлмейді, бүткіл минусын да қарап отырады. Жаңағы Ақылбек сияқты киім жай деген секілді плюсін де қарап отырады. Сондықтан да қазылар алқасы бір ауыр артиллерия секілді болды сіздерге. Солардың алдынан сыннан сүрінбей шықтыңдар. Сондай жігерлі болыңыздар. Тек сәл бір нәрсеге мықты емес, үлкен емес, дәу емес, барлық тілді айтып шықтым ба? Сәл ғана өкініп тұрмын. Маусымашар фестивалінде әлде өздеріңізден кінә болды ма, дұрыс көрсете алмай қалған. Негізі Эверест пен 5 жаңалық бүгін Қызылордада ойнамау керек еді. Олар осыдан 2 күн бұрын Алматы қаласында өткен премьер-лигада ойнаса да болады екен. Сәттілік. Рахмет. Рахмет, Раке. Қош келдіңіз. Тағы да жартылай финалға өткен командалармен таныстыра кетейін. 4,6 ұпай тікелей жартылай финалда Орал қаласы Жайық командасы. Қошеметтеп қойыңыздар. Толық 4,8 ұпай Түркістан облысы Төлеби ауданы Төлеби құрамасы. 4,8 ұпаймен Павлодар облысы Аққулы ауданы Күлкі фабрикасы жартылай финалда. 4,8 ұпаймен Байқоңыр қаласы Байқоңыр құрамасы жартылай финалда. Толық 5 ұпаймен Солтүстік Қазақстан облысы Манаш Қозбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Бесшаналық командасы. Және де толық 5,5 ұпаймен бүгінгі А және Б тобы бойынша жеңімпаз команда Алматы қаласы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Эверест командасы жартылай финалда. Рахмет, бүгінгі жайдарманға қатысушы барша командаларға және де келіп қолдау білдірген барша жандарға үлкен алғыс білдіреміз. Жайдарманның жайдарлы күндерінде жолыққанша сағат 19:00-де С және Д тобын бірге тамашалауға шақырамыз.